Сәлем қыз-келіншектер, осындай жұмсақ, сочный, дәмді тауықтың етін духовкада пісіргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Заттарымызды дайындап алдық. Тауықтың етін ерітіп, жуып алдық. Енді бізге керекті заттар: бір тал пияз, 2 тал чеснок, азырақ майонез, тұз, мынандай қызыл бұрыш және мынандай приправа, для окорочка деген приправа. Енді тауықтың етін жақсылап маринадтап аламыз. Сосын 1 сағатқа қойып қоямыз. Пияз бен чесногымызды ұсақтап алдық. Енді саламыз. Қалған заттарымызды да салып алып, майонезімізді саламыз. Тұзымызды саламыз. Тұз 1 қасықтай саламыз. Приправамызды саламыз, для окорочка деген. Енді қызыл бұрышымызды саламыз. Енді жақсылап бәрін араластырамыз. Қызыл бұрышымыздан кішкене сал жіберіп қызарып пісу үшін. Қатты ашты болып кетпейді, бірақ қызарып піседі. Алып қойып қоямыз. Картошкамызды және болгар бұрышымызды, укроп, кашнишімізді дайындап алдық. Енді барлығын бір ыдыста араластырамыз. Пешіміздің лисінде пісіретін болғандықтан барлығын осыған салып араластырамыз. Маринадталған етімізді де қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді топқамызды салып 1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Үстіңгі жағы жақсы қызиды. Үстіңгі жағында мінекей дайын болды. Иісі керемет. Мінекей дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді, сочный, жұмсақ пісіпті. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Арнаға тіркеліп кетіңіздер.